Сәлем достар, бүгін сіздермен оқтаусыз жасалатын өте жұмсақ медовый тортының видео рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ол үшін бізге сары май, шекер, жұмыртқа, қосқыш, мед және ұн қажет болады. Ең алдымен бөлек ыдысымызға медімізді салып, газге қоямыз. Газды дәл осылай қайнай бастағанда үстінен содан саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көпіріп масса ұлғаяды. Сол уақытта үстінен сары майымызды салатын боламыз. Осылай түсі өзгеріп әдемі болады. Сары майымыз ерігенше ұстаймыз отта. Сары май ерігеннен кейін астын айырамыз. Одан кейін бөлек ыдысқа жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, жақсылап тұрып, 2 есе болғанша, ұлғайғанша миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлейміз. Болғаннан кейін балды массамызды жұмыртқалы массамыздың үстіне біртіндеп құйып араластырамыз. Онан соң ұнымызды салып, сұйық қамыр жасап шығарамыз. Дәл осындай видеодағыдай қамыр шығады, өте әдемі болады цветі. Пергаментіміздің үстіне формамызды қойып, сіздер сызып алсаңыздар да болады. Менде 22 диаметрлік форма. Осыған жайып алдым. 3 ас қасықтан салып, қызып тұрған 180 градус пеште беті қызарғанша 10 минуттай пісіресіздер. Өз пешіңізге байланысты. Одан кейін кремін дайындаймыз. Салқын сливкидің үстіне шекерімізді салып, сливки қоюланғанша миксерлейміз. Қоюланған сливкидің үстіне қаймақ салып, тағы да шамалы ғана миксерлейсіздер. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Шамалы миксерлесеңіз жетеді. Осымен креміміз дайын. Корждарымыздың арасына 2 ас қасықтан кремімізді салып, тортымызды жинап шығамыз. Бетін әрлеу ол сіздің өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен жай ғана бір коржды алып қалдым да, үгітіп сыртына орап шықтым. Менде общий 8 корж шықты, бірақ 7 коржды жинадым да, бір коржды үгітіп осылай жан-жағына жасап шықтым. Жасап көріңіздер, ас болсын.